Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Бүгінгі қысқа видеода біз Windows-тың защитнигін өшіретін боламыз. Яғни Windows-тың защитнигін жақсы білетін шығарсыздар, кішігірім антивирустың орнында жүреді. Онымен қосымша сіздер антивирус орнататын болсаңыздар, Kaspersky Dr. Web 2 антивирус бірге жүреді. Безопасность Windows және де сіз орнатқан антивирус. Безопасность Windows соңғы кездері Windows 8-ден бастап пайда болған. 8.1 10-да кеңінен тараған, көп жағдайда айтады. Антивирустың Windows 10-ға қажеті жоқ, безопасность Windows-тың өзі жақсы жұмыс жасайды дейді. Расында солай, бірақ бұл көп жағдайларда көп программалармен бірге ругаться етеді. Бүгінгі қарапайым видеода біз осы программаны өшіреміз. Өшірудің ең қарапайым жолы бар, арнайы бір программа бар, ол бізде Defender Control деп аталынады. Бұны интернеттен тартып алу өте оңай, памяты өте аз болып келеді. Свойствосына кіріп көретін болсақ, қазір бізде 1 мегабайтқа да жетпейді. Ашамыз, Defender Control үстіне 2 рет басамыз. Да, қазір біздің жағдайда Windows защитіне қосылып тұр. Бар болғаны Disable Windows Defender дегенді баса салатын болсақ, біздің жағдайдағы Windows защитникті өшіріп тастайды. Қазір экранға басып қарайтын болсақ, жоқ. Тағы бір рет Enable дейтін болсақ, защитник мінеке пайда болды. Disable дейтін болсақ, мінеке бізде защитник өшіп кетті. Негізінде өшпейді, бар болғаны оған программаның жұмыс жасамауына мүмкіндік береді. Сіздің жағдайыңызда қазір біз қызыл жанып тұрған ол Defender Control, оны өшіретін болсам, демек қазір бізде Windows защитник осы әдіспен өшті. Дәл осылай сіздер алдағы уақытта ешқандай программаларға ключ қойған кезде қиналмайды деген үміттеміз. Егер сұрақтар болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Бұл Windows-тарға арналған кішігірім лайфхак деп санасаңыз болады.